Атлант мұхитынан яджри аль-хуту яшухул бахра дейді. Теңізді қақ жарып Атлант мұхитынан Жерорта теңізіне бір кит келе жатыр. Алланың әмірімен. Көздегені тек Юнус алейхиссалам. Қараңыз қандай мәселе болып отыр. Әлемде әрбір нәрсе өзіне өзі болмайды. Секірген бетте жұтады. Алла Тағала уахи еткен дейді, Ибн Масуд айтады. Жаңағы киттің несіне, көкейіне салған терісі, еті, сүйегі зақым келмесін. Мен тек сенің ішіңді, қарныңды оған абақты қыламын деген екен. Содан ішінде жұтады. Балықтың ішінде Юнус. Балық жаңағы кит жүзіп, әрі-бері жүзіп, теңіздің төменгі терең жағына келеді дейді. Сосын бір кезде қозғалмай жатқанын байқайды дейді киттің. Жағдай қиын, күйзелісте. Енді кім шығара алады? Кім бұл балықтың ішінен шығара алады? Қараңыздар қандай мәселе. Содан бағана айтып жатқан сол. Фанада ва хуа магзум. Ол сол Раббысына сол жерде жалбарынған еді. Күйзелісте еді дейді жағдай. Өте қиын жағдайда еді дейді. Содан жаңағы сол жердегі балықтардың, тастардың таспиқтары естіледі дейді Юнусқа. Бір жағынан тәрбиелеп жатыр, бір жағынан үміт беріп жатыр Алла Тағала. Сода жаңағы таспиқтар естіледі. Сөйтіп бүйтіп аяғын бүйтіп қозғап көрсе балық қимылдайды. Сосын жаңағы әлі де үміт бар деген мәселе. Юнус алейхиссалам сол жерде жаңағы дұғаларын жасайды. Раббым, саған осы күнге дейін ешкім сәжде жасап қоймаған, жаңағы сәжде жасап көрмеген жерде сәжде жасап жатырмын. Ешбір адам баласы болып көрген емес бұл жерде Раббым. Мен осы жерде саған сәжде жасайтын орын қылып таңдадым. Ла илаха илля анта, сенен басқа тәңір жоқ Раббым. Субханака, сен пәксің, сен тарапынан қате жоқ. Бәрін айтып түсіндірген едім. Инни кунту миназ золимин. Расында мен әділетсіздерден болдым. Аяғына дейін ісімді атқармадым. Ашуландым, кетіп қалдым деген жаңа дұғаларын жасайды. Сол кезде сол дұғалар жасалып жатқан кезде періштелер Алла Тағаланың қалауымен бір дұғаның дауысын естиді. Ибн Абу Хатим өзінің жаңағы Абу Хурайрадан жеткен хадистерінде жеткізеді. Жаңағы періштелер дауысты естиді екен. Раббымыз бір әлсіз бір дауысты естіп жатырық. Бөтен бір жерден келіп жатыр. Сендер білмейсіңдер ме оны? Раббымыз ол кім? Ол менің құлым Юнус қой. Юнус па, Раббымыз? Ол сенің сондай құлың ғой. Қашан амал жасаса амалы бірден көтерілетін, қашан дұға жасаса дұғасына бірден жауап берілетін. Неге өзгеше болып жатыр дауысы? Балықтың ішінен шығып жатыр. Сол жерде Юнус өте үлкен дәрежеде Раббысына жалбарынады. Бұл Юнус ол жерде, ол Алла Тағалаға серік қосқан жоқ. Түсіндіңіз ба? Ол жерде ешқандай проблема жоқ, күнә деген. Ол ешқандай күнә жасалмаған ол жерде. Ол жанағы нәрсе. Рұқсатсыз кетіп қалды. Асығыстық жасақ қойды. Асығыстық үкім беріп жіберуге болмайды халыққа. Түсіндіңіздер ме? Асығыс үкім беріп жіберуге халыққа болмайды. Алдыңдағы халыққа қарағым иман келтір, міне намаз оқы деп айтып тұрған кезінде күшей. Айта бересің неше түрлі деген кезде үкім шығарып жіберме. Жек көруге де хақың жоқ сенің. Ашуланып оған бір нәрсе айтып кетуге де хақың жоқ. Өйткені Алла Тағала сол жерде айтады бізге. Уалау шаа раббука, егер Раббың қаласа, ей Мұхаммед, ла амана ман фил арди куллухум жамиан. Жердің бетіндегілердің күллісі барлығы иман келтіріп кететін еді дейді. Көрдіңіз бе? Афа анта тукриху аннаса хатта якуну муъминин. Сені біз мәжбүрлеу үшін жіберіп едік дейді. Қараңыздар. Олар мұъмин болғанға дейін мәжбүрлеу үшін жіберіп едік сені. Жоқ. Сен біл Алла Тағаланың заңдылығын. Сенікі жеткізу, жек көруге хақың жоқ. Ашуланып, тастап, болды мынадан ештеңе шықпайды дегендей мәселе. Неге түсінбейді бұлар намазды деген сөздердің өздеріне? Үлкен сабақ жатыр бұл жерде. Өйткені бұл жерде күнә емес жасалған. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде жаңағындай нәрсе жасалып кетіп жатыр. Алланың сөзін, ісін аяғына дейін сол қауымның алдындағы аманат аяғына дейін атқарылмай қалды. Юнус алейхиссалам балықтың ішінде дұға жасап, жалбарынып жатыр.
сол дұғасы жаңағы ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Сенен басқа тәңір жоқ. Сен пәксің кемшілік сипаттардан, Раббым. Расында мен өзіме қиянат жасағандардан болдым, зиян жасағандардан болдым деген дұға көтерілді дейді. Көтеріліп барып Аллах Тағаланың аршысына айналды дейді. Қараңыздар қандай нәрсе. Раббымыз жағдайы жақсы болған кезінде, яғни балықтың ішінде болмаған кезінде, сенен құлшылығымен амалы үзілмеген еді ғой. Мынандай қиындықта тастап қойыла ма енді деп айтады екен. Әрине тастап қоймаймын. Мен балыққа бұйрықты бердім деген екен аты. Міне, осы жағдай балықтың ішінде болып жатқан кезде, мына жақ қараңыз енді ауылда не болып жатыр? Юнустың ауылында. Юнус алейхиссалам кетіп қалғаннан кейін бүкіл халық қорқады. Бір түрлі өзгеріс басталады ауа райында. Қорыққанда енді бір адам қалмаған екен, қорықпаған. Қараңыздар қандай мәселе. Бір адам қалмаған. Шалдар, әжелер, ерлер, әйелдер, сәбилер бүкілі қорыққан. Содан қорыққаннан Алла Тағала түгелдің жүрегіне тәубаны жіберген дейді. Юнусты тыңдамағанымыз деген. Я Раббымыз, жіберген елшіңді біз тыңдамадық, бізді кешір Раббымыз деген бүкіл қала жаңағы өзіңіз ойлаңыз да. Найнава деген қаладағы бүкіл тұрғын жылап жатыр. Сосын барлығы міскіннің киімін киіп алды дейді. Міскін, дүние не керек бізге деген мәселеге қараңыз. Олар енді мына жақта жаңағы біз пайғамбарымызды ренжіттік деген нәрсе де болып жатыр оларда. Түсіндіңіз ба? Жаңағы тәубаларына келіп жылап, тіпті мынандай жағдайға дейін келген екен, түйелерін алып келеді. Түйе жаңа туған түйемен ботаны айырып тастайды. Аналарды басқа жаққа, аналарды басқа жаққа. Сиырлар мен бұзауларды. Жаңағы түйемен боталарын, ешкімен жаңағы төлі былай қарай. Неге? Балардан маңырайды екен да. Жаңағы ана хабарға қарасаңыз, тәпсірде өте қиын. Жаңағы түйелер маңырап жатыр дейді. Жаңағы айқайлап жатыр. Сиыр мөңіреп жатыр. Түгел мал, адам бүкіл дала осындай күйге кіріп кетті дейді. Түгелі жылап жатқан, түгелі жаңағы Раббымыз деп жатқан кезде, сонда жаңағы Алла Тағала Құранда айтады. Мағынасы фалаула канат қариятун аманат фанафаха иманука илля қаума Юнус. Егер жердің бетінде дейді, елші жіберіліп, сосын ол қауым қарсы келіп, сосын иман келтіріп, бүкіл ел иман келтірген бір ауыл болса, ол тек қана сол Юнустың ауылы еді дейді Құранда. Тек қана Юнустың қауымы бүтіндей, бүкіл халық, ел иманға келген екен. Сол дәрежеге түгелі сондай дәрежеге кіріп кеткен кезде атап айтады. Уакашафна анхум. Айықтырдық оларды, немесе алып тастардық олардан. Азаб аль-хизи фил хаяти дуния. Осы дүниедегі, дүние тіршілігінде ескертілген қорлауға келетқан азапты алып тастадық дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Сөйтіп оларға осы дүниелерінің өмірін тағы да біраз мерзімге дейін қызықтаңдар деп мүмкіндік жасадық дейді. Иманды түрде еді. Көрді қандай мәселе. Юнус алейхиссалам жаңағы дұғадан кейін балыққа Алла Тағала бұйрық беріп, сол Найнава қаласындағы жаңағы ауыл орналасқан елдің теңіз жағалауына келіп кит құсып тастайды. Шығарып тастайды. Шығарып тастаған кезде жай Ибн Аббас айтады, жұмыртқадан жаңа туған балапан секілді болып қалды дейді. Анасынан жаңа туған сәби сияқты болып қалды дейді. Әл жоқ. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сонда жаңағы мысалы Атал өз Құранда келтіреді. Мысалы мына жерге қарасаңыздар, лаула ан тадаракаху ниъматун мин раббихи, қараңыздар. Егерде Юнусқа Раббысы тарапынан пайғамбарлықты қайта жалғастыру, қатесі кешірілу деген нығмет жолықпағанда, ланубиза бил араи, елсіз, жаңағы шөпсіз бір жерге лақтырып тасталатын еді. Қандай күйде? Вахуа мазмум, жазғырылған күйде лақтырып тастайтын едік дейді. Жазғырылған күйде шығарып тастайтын едік дейді.
Көрдіңіздер қандай мәселе. Екінші ескертуі, Алла тағала енді қаласа қайсысын қаласа соны істейді. Екіншісі жаңағы фалаула аннаку кана минал мусаббихин. Егер де ол сол кезде Алла тағаланы дәріптеп пәктеуші, тасбих айтушылардан, намаз оқығылардан болмағанда, лалабиса фи батнихи иля яуми юбасун. Сол балықтың қарнында бүкіл адамзат қайта тірілетін күнге дейін қалдырар едік дейді. Көрдіңіз ғой? Біріншісі не балықтың қарнында қалдыру, Алла тағаланың еркінде. Қаласа соны істейді. Қаласа, мынау аяттағы осы Қалам сүресіндегі ланубиза бил арои ва ху азмун. Жағалауға біз оны, тақыр жерге біз оны жазғырылған күйде шығарып тастар едік дейді. Яғни абыройсыз деген мәселе. Қараңыз. Қандай нәрселер айтылып жатыр да? Бірақ қандай қылып шығарды Алла тағала оны? Фанабазнаху бил арои ва хуа сақим. Біз оны жағалауға шығарып тастадық, ол науқас еді дейді. Әл жоқ, әл жоқ, қимыл жоқ, ештеңке жоқ. Сол жаңағы әлсіз болып жатқан кезінде шашқа дейін жоқ, ештеңке жоқ. Өйткені Ибн Масуд, Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, тауықтың жұмыртқасынан жаңа туған балапан секілді үстінде ешқандай жүні жоқ дейді. Сондай күйде шығарып тасталған дейді. Сосын не істеді Алла тағала? Уамбатна алейхи шажаратан мин яхтин. Біз оның бас жағынан бір өсімдікті өсіріп шығардық дейді. Я өсімдік асқабақ. Көн асқабақты өсіріп шығардық. Асқабақ деген өсте кете береді екен ғой. Жаңағы не етіп, жапырағы күрке болып, жаңағы сабақтармен күрке, түгел нәрсесін ұйымдастырып жіберген ғой Алла. Көлеңкеден сақтайтын жаңағы сабақтардан күрке жасай салған. Сосын жаңағы Абу Хурайра ибн Абу Хатимнің риуаятында жеткен кезде жабайы бір ешкіні әкеп қойдық дейді қасына. Саулық. Келетті, аузына құйып кетеді дейді. Жаңағы сүттен. Осы жерде сауғады, жазылады. Сөйтіп еліне қайтып келеді. Фәарсалнаху иля миати алфин ау язидун дейді. Содан оны 100 мың, жаңағы 100 мың, не одан да көп адамдарға жібердік дейді Алла тағала. Сол жіберілген жердің бәрі фәәмәну, барлығы иман келтірді де, фәмәттәънаху милахин. Оларды белгілі бір мерзімге дейін, яғни ажалдары жеткенге дейін жақсы өмірде сүргіздік дейді. Көрді? Қандай немен аяқталған? Бұл жердегі айтылатын нәрсе Юнус бұл жерде бір күнә себепті кетіп жатқан жоқ, қандай бір қателік. Бұл жерде әсіресе білім іздеп жүрген кезде, білім үйретіп жүрген кезде өте байқау керек. Мысалы, Омар радиаллаху анху айтады, Зияд ибн Худайр деген кісіден риуаят еткен, сол кісі кей Омар радиаллаху анху айтқан екен, атарифу ма яхдимул ислама. Ей Зияд, сен білесің ба, исламды не құртып жіберетінін дейді. Көрді қандай мәселе? Культула, мен білмеймін деп айттым дейді. Сонда Омар айтқан ғой, зиллатул алими. Көрді? Ғалымның шалыс басуы дейді. Түсінді қандай мәселе? Қателесіп салды. Бір ғалым қазір нәрсе бір фатуаны беріп жіберсек, көрді? Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, бөлінді болды екіге. Осылай бұзылады екен өз нәрсе. Мұсылмандар бөлініп кетсе, соның өзі бір бұзылудың бір көрінісі екен ол негізі. Соқтан нәрсені жүректерді жақын ұстауға тырысу керек. Біреуге тырысу керек. Қандай мәселе. Сонда жаңа бір кішкентай қажет. Сондай-ақ біреуге жаңа бір нәрсені насихаттап жатқан кезіңізде, иман туралы бір нәрсені айтып, намазға шақырып жатқан кезіңізде, ол сізге егер құйши, басымда қатыра бермей десе, сіз сабырлы болыңыз, дұрыс. Өйткені егер де сізге осы неге түсінбейсің, қанша рет айту керекпін десең, сіз Алланың ісіне кірісіп жатсыз. Өйткені Алла тағала не деді Құранда? Ва ма кана ли нафсин ан ту'мина илля биизнилlah. Ешбір жанның дейді, Алладан рұқсат алмай иман келтіру мүмкін емес дейді. Алланың рұқсаты келмейінше иман келтіру мүмкін емес дейді. Олай болса мен мүмкін емес нәрсені істеп жатқандаймын. Мен Алла тағаланың белгілеп қойған мерзіміне не істеп жатырмын? Асығыстық жасап жатырмын. Осы нәрсемен біз бір-бірімізді бүлдіріп жібереміз. Асығып көрмей кетуі мүмкін адам бір-бірін мысалы. Немесе біреу намаз оқып бастаса да бір жамандық тастай алмауы мүмкін мысалы. Тастай алмай жүрген шығар бір қылық бірдеңе. Соның өзінде де жаңағыдай өсе қанша рет айту керек саған деген мәселелер. Ал жаңағындай Алла тағала ісіне кірісіп кетпеңіз. Сіздікі тек насихат, адал насихат.
Алла тағаланың разылығы үшін жақсы көресіз, ақыретіне жаныңыз ашиды. Осыған байланысты сөздеріңізді, мінезіңізді, шынайы жүрегіңізді білдіріңіз, болды. Ар жағын Аллаға тапсырыңыз. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Бірақ кірісіп кетпеңіз Алла тағаланың ісіне. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Осыдан да үкім айтып кету деген мәселеде. Қойшы, мына қауым бәрі түсінбейді ол деген нәрседен байқаңыз. Сондай-ақ мысалы таухидты үйреніп жатқан кезде де проблема қандай? Таухидты үйренгеннен кейін адамға барып таухидты үйрететін кезінде, мысалы айтайық, мынандай қателік кетеді. Таухидты оқып үйренеміз, кітаптан мысалы таухидтың нелерін, хадистерін бәрін. Сосын келеміз де, егер мынандай болып кетсе, ширк жасап жатыр ғой, анау. Ширк деген, мүшірік іздеп кетпейік біз. Ол проблема ғой ол. Алла тағала өзің айтады, казалика кунту мин қабл. Дәл сондай болдың ғой, кеше сен деп отыр ғой. Кішкене байқасашы деп отыр ғой. Сүннетті үйренесің. Үйрену тәсілі, үйрету тәсілі көп жағдайда дұрыс болмай жатыр. Сүннетті үйренесің да, жаңағыдай мешітке немесе бір ортаға барып, бидағат іздейсің де мысалы. Ол дұрыс емес қой. Сен мүмкін бүгін бірден өзгердің, басқа адамның дәл солай бүгін өзгеріп кетуіне сен қалай істейсің ол нәрсені? Көрдіңіз бе қандай мәселе? Соқтан Алла тағала бізді тура жолға іліктіріп қойды. Көрдіңіз бе? Казалика кунтум мин қабл. Дәл сондай болғансыңдар бұрын сендер дейді. Фаманналлаху алейкум. Сөйтіп Алла тағала, көрдіңіз бе? Рахымына бөлей салып іліктіріп қойды дейді тура жолға. Тура жолға ілігіп тұру деген нәрсе, әлі тура жолды басып тұрған жоқпыз. Сіз ғой қандай мәселе? Осы жерде осындай формаға кетіп қалатын жағдай болып отыр жастарда да қазір. Сіз әр нәрседе уверенно кетеді. Болмайды ол. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Көрдіңіз ғой Юнус алейхиссаламның өзіне Алла тағала қандай? Бізді Алла тағала ондай бір қателік жасап жүрсек, бізді бір балықтың ішіне салып қоймайды. Жаңағыдай неге? Өйткені дәрежелі адамды сөйтті Алла тағала. Ол Юнус дәрежелі адамды салады балықтың ішіне. Сіз бе? Ол әрбір біздерді жаңағыдай бір сол жерге салып қойып ететіндей ондай дәреже бізде әлі жоқ та болуы мүмкін. Сондықтан жаңа байқау керек.